Әдетте біз логотиптерге қарағанда ол нені білдіретінін көп ойланбаймыз. Бірақ қазір сіз жасырын мағынасы бар логотиптерді көретін боласыңыз. Саяхат YouTube арнасы, кеттік. FedEx компаниясы әлем бойынша тауарды жеткізумен айналысады. Оның логотипына қарағанда еш жасырын мағына жоқ сияқты. Алайда дұрыстап тұрып қарасаңыз, сіз E және X әріптерінің арасында көрсеткіш тілін көре аласыз. Бұл көрсеткіш тілі жылдамдық пен бағытты білдіреді. Әлемдегі үлкен компаниялардың бірі Amazon. Ол тауарларды ғаламтор арқылы сатады. Оның логотипіне қарасаңыз, бірден күлімсіреп тұрған көрсеткіш тілін көре аласыз. Бұл көрсеткіш тұтынушыны бірден өзіне позитивпен жайғастырады, және де ағылшын тілінің бірінші A әрпінен соңғы Z әрпіне көрсеткіш тілі барады. Бұл Amazonда қандай да болмасын әріпке басталатын тауарларды таба аласыз деген мағынаны білдіреді. Audi'ның логотипіне қарасақ, бірден түсінікті болып тұр. Жай ғана 4 шеңбер салынғаны. Бұл шеңберлер тек машинаның 4 дөңгелегін ғана білдірмейді. Audi'ның тарихын оқысақ, бұл үлкен компания ертеде 4 кішкентай компаниядан құрылған екен. BMW компаниясы өз жолын ұшақтарға қозғалтқыш жасаумен бастаған. Оның логотипі ұшақтың алдындағы қалақша айналып жатқанды білдіреді. Ал көк түстісі бұл аспан. Continental деген компания машиналардың дөңгелектеріне шина жасайтын үздік компаниялардың бірі. Бірақ сіз оның логотипінде машинаның дөңгелегін көріп тұрсыз ба? Логотипке мұқият қарасақ, оның бірінші, екінші әріптері машинаның дөңгелегін білдіреді. Формула 1. Бұл жылдам автомобильдер жарысатын чемпионаты. Мен сізге оның мағынасын айтып бергеннен кейін сіз логотипке бұрынғыдай қарай алмайтын боласыз. Егер F әрпі мен қызыл сызықтардың арасына қарайтын болсақ, бір санын көруге болады. Логотип бізге жылдамдық сезімін беріп тұр. Кореялық автомобильдік Hyundai компаниясының логотипінде толған әріптер немесе сандар жоқ. Жай ғана эллипс, оның ішінде H әрпі. Алайда H бұл жай ғана H емес, сатып алушы мен сатушының қол алмасуы. Адамдардың көбі LG компаниясының логотипін көргенде, сол LG деген екі әрпін көргенімен бірге домалақ бас бір көзін қысып күлімсіреп тұрғанын көреді. Әрине, бұл тұтынушыға жақсы әсерін тигізеді. Алайда егер L әрпін сәл ғана жоғарға көтеретін болсақ, сүйкімді смайлик жауыз қанқұмар пакманға айналып кетеді. Gillette деген компания ер адамдар қырынуы үшін ұстара мен көпіршік шығарады. Осы логотипқа қарасақ, қаріптерінің барлығы қатал және тігінен кесілгендей етіп жазылған. Және де бір кішкентай жеріне қарасақ, бірінші G және I әрпін бірдеңе кесіп жібергендей болып көрінеді. Бұл кесілген бөлшек Gillette компаниясының ұстаралары өте өткір екенін айтады. Әзірге болды достар, қызық болды ма? Жаңадан бірдеңені білдіңіз бе? Онда міндетті түрде лайк басып менің саяхат YouTube арнама жазылыңыздар. Алда көптеген осындай қызықты видеолар сізді күтіп тұр.